Сәлем достар, бүгін сіздермен иісі мұрынды жанаратын сонау Австриядан келген алмалы штрудель бәлішін дайындайтын боламыз. Видеоны көрместен бұрын лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырын илеу үшін 300 грамм ұн, 100 мл жылы су, 2 ас қасық сұйық май және 1 жұмыртқа қажет. Салмасына кез келген жаңғақ, 40 грамм қант, 100 грамм сары май, корица, 1 килограмм алма және де 100 грамм жүзім қажет. Алдымен ұнымызды илеуіштен өткізіп аламыз. Одан соң су, сұйық май және де жұмыртқаны жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болған соң жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындау үшін жүзімді жылы суға жарты сағатқа қойып қоямыз. Алманың дәндерінен тазартып аламыз және де ұсақтап тураймыз. Алманың сыртын тазаламасаңыздар да болады. Алма қараймас үшін 2 ас қасық лимон суымен араластырғаныңыз дұрыс, немесе мен сияқты лимон қышқылын қолдансаңыздар да болады. Енді жаңғақтарды ұсақтап алып, алмаға жүзім екеуін салып араластырамыз. Қант пен корицаны дайындап араластырып аламыз. Енді қамырымызды жұқалап илейміз. Қамырымыз дайын болған соң үстіне сары май жағып, бетіне араласқан қант пен корицамызды сеуіп шығамыз. Қамырдың шетінен 10 сантиметрдей орын қалдырыңыз. Ол алдағы уақытта қамырды жапсыруға керек болады. Болған соң қамырымызға салмамызды салып, жақсылап жайып шығамыз. Жайып болған соң ортасына орын қалдырмай жақсылап орап аламыз. Содан соң шеттерін жабыстырып қоямыз. Енді штруделіміздің бетіне сары май жағып, 200 градуста қызып тұрған отта 25-30 минут пісіріп аламыз. Штрудель біркелкі қызару үшін 2-3 рет сары маймен бетін майлап шығамыз. Дайын болған штрудельдің бетіне балымызды қосып беріңіздер. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар.